Күзгі бақта тал теректер төгуде жапырағын, күзгі бақтың жабулап атырабын, сарала күз сарғайған сағыныштар қауышуға сендерді шақырамын. Жапырақтар тербелген өлеңменен бұрынғыдай сендерді көрем дебем, өкінішті ақ аяққа тапталғаның кеше ғана саялы көлеңкемен. Ағаштардың тұрқында уайым бар ма? Қоңыр тартқан емендер қайыңдарда, әшекейін ұрлаған сотқар желдің мұршасы да жоқ оны пайымдарға. Үйеңкінің қолында жапырағы, бақ ішінде бір ару отыр әні, ол да жалғыз, білмеймін мен де жалғыз, ойымыздың беймәлім қосылары. Серпіп көңіл толқынын батылданып, сөзге тарттым жанына жақын барып, миығынан жымиған нәзік күлкі жібергендей сезімнің отын жағып. Жүрегіме бір бүлік орнағанын білмеппін қорланарын, дүрсіл қағып сол сәтте баяндады бұрын соңды мұндай күй болмағанын. Сәл ертелеу кеттім бе артықтасып, жанем өзі қонбаған жалшып бақыт, қош айтысып аруым кете барды, жапырақты аямай жаншып басып. Айыра алмай түсінбе өңім бәлі, жабырқаулы жанарым соңында әлі, әлде менің сарғайған жүрегім бе, парша-парша жапырақ қолындағы. Атпаса да күлімдеп қуатаңым, саруайымды сабырмен жұбатамын. Сағындырсаң сағындыр сары күзім, сарылсам да мен сені ұнатамын. Авторы Қанат Дауылбаев, оқыған Дәмегүл Үмбетқызы. О несі қалбалақтап қала тұғыншағымды, бірде жасып, бірде қатты тасыдым. Ұрлады екен бейбақтардың асын кім, сұрауы да болар мекен, о дүние-ай, көздерімнен түн төгілген жасымнан. Авторы Жандос Әуесқан, оқыған Дәмегүл Үмбетқызы.